Сәлеметсіздер ме? 9-шы сабаққа қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жүктілікке дайындалу. Бұл бірнеше этаптан тұрады. Әрбір бала ата-анасы жанында болатындай бақытты, толық отбасыда туылуға құқы бар. Сол себепті жүктілікті ойластырсаңыз, серіктесіңізбен заңды некеде тұратыныңызға көз жеткізіңіз. Жүктілікті жұбайыңызбен жоспарлайтын болсаңыз, бірден гинекологқа және уроандрологқа барғаныңыз жөн. Дәрігер сізге қажетті анализдерге және қажетті ақпараттардың барлығын береді. Жыныстық қатынас басталмас бұрын серіктесіңізде жыныстық жолмен берілетін инфекциялар, оның ішінде АИТВ-ның жоқ екеніне көз жеткізіңіз. АИТВ, сифилис, гепатит Б және С анализдеріне қан, ал гонорея, микоплазма гениталиум, хламидия, трихомонада анализдеріне жағынды немесе ұлдар зәр тапсырады. Жүктілік кезінде жыныстық жолмен берілетін инфекция сізге де, ұрыққа да әсері болуы мүмкін. Сол себепті міндетті түрде көз жеткізіңіз. Егер мүмкіндігіңіз болса, жыныстық өмір басталмай тұрып, адам папиллома вирусына екпе алғаныңызға кеңес беремін. Адам папиллома вирусы жатыр мойны обырының себебі болып табылады. Жүктілікті жоспарлау кем дегенде 3 ай болуы қажет. Бұл уақытта сіз міндетті түрде сақтануыңыз керек. Себебі қандай да бір денсаулығыңызда ақау немесе витамин дефициті болатын болса, сізге кез келген дәрілерді қабылдауға мүмкіндік болатындай емделе алатын мүмкіндігіңіз болу керек. Мысалы, егерде сізде темір жеткіліксіз анемия болатын болса, темір құрамы мен гемоглобин деңгейін қалыпты жағдайға келтіру үшін кем дегенде 3-6 ай емделуіңіз керек. Қалыпты деңгейдегі гемоглобин ұрықтың жақсы жетілуіне, жақсы дамуына бірден бір кепіл. Егер сіз қызамықпен, краснухамен ешқашан ауырмаған болсаңыз, немесе қан анализіңізде қызамыққа қарсы иммуноглобулин G болмаса, қызамыққа қарсы екпе алуға кеңес беремін. Қызамыққа қарсы иммуноглобулин G қан анализін бірінші тапсырып көру қажет. Жүктіліктің бірінші триместрінде қызамықпен ауырып қалған жағдайда балада құлағы естімеу, көзі көрмеу, ауыр жүрек ақауларымен дүниеге келу мүмкіндігі өте жоғары. Егер сізде қандай да бір созылмалы ауру болса, міндетті түрде ол аурудың ремиссия, яғни тыныш күйінде болғанына көз жеткізіңіз. Егерде сіз қандай да бір дәрі қабылдап жүрген болсаңыз, оның балаға зиянсыз екенін және де оның дозасын немесе түрін ауыстыру қажет екенін білу үшін дәрігеріңізге қаралғаныңыз жөн. Салауатты өмір салтын ұстану, зиянды әдеттерден бас тарту, стресстен арылу, витаминді тағамдармен тамақтану, 7-8 сағат түнгі ұйқының болуы, спортпен шұғылдану, артық салмақпен арылу және салмақ жетіспеген жағдайда салмақ қосу қажет. Адам денесі салмағының индексі болады. Бұл салмақты бойдың квадратына бөлгенмен тең. Қалыпты жағдайда әйелдерде 18 пен 24 аралығында, ер адамдарда 20-25 аралығында болу қажет. 18-ге дейін болса салмақ қосу қажет, ал 24-тен жоғары болған жағдайда салмақтан арылу керек. Келесі дәрілік заттар. Дәрілік заттарды негізінен дәрігер тағайындайды, бірақ міндетті түрде ішу қажет витаминдер бар. Бұның бірі фолий қышқылы. Фолий қышқылын күнделікті 0,4 пен 0,8 мг арасындағы дозада жүктілікке дейін 3 ай бұрын бастап ішесіз және жүктіліктің 14 аптасына дейін ішуіңіз қажет болады. Бұл әртүрлі туа пайда болған ақаулардың алдын алады. Келесі витамин бұл витамин D. Міндетті түрде қан анализін тексерілу қажет. Төмен болған жағдайда нормаға дейін сіз емдік дозада қабылдайсыз, ал қалыпты жағдайда сіз профилактикалық дозаны қабылдауыңыз қажет. Бұл жүктілік кезінде 1000-2000 халықаралық бірлікті құрайды. Фолий қышқылы мен витамин D-ні ер адам ішуіне де болады. Бұдан бөлек омега-3, йод, кальций, темір препараттарында қабылдаған жүктіліктің жақсы өтуіне өз үлесін қосады. Алайда бұл препараттарды дәрігер кеңесінен кейін қабылдағаныңыз жөн. Дәрігер жүктілік жоспарлайтын әйелге бірнеше анализдер тапсыруға жолдама береді. Егер барлығы дұрыс болатын жағдайда жүктілікті қорғанбай жоспарлауыңызға болады. Қалыпты жағдайда жас жұпта
егер де сақтанбаған жағдайыңызда 1 жыл ішінде жүктілік болуы қажет. 1 жылға дейін жүктілік болмаған жағдайда міндетті түрде дәрігерге қаралыңыз. Бұл 9-шы сабақтың аяғы. Назарларыңызға рахмет.